Қайырлы күн, бетті тұнбайтуға арналған жаттығуымызды бастайық. Ең алдымен басымызды, яғни мойнымызды оңға және солға кезек-кезек бұрамыз. Осылайша қан айналымын жақсартамыз. Ендігі кезекте бетімізді осылай саусағымызбен жайлап қысамыз. Сондай-ақ таза бетке крем немесе май жағуды ұмытпаймыз. Осылайша бетімізді дайындап аламыз, яғни бетіміздің қан айналымын жақсартамыз. Келесі жаттығу түрі жоғарғы жағымызға ауа толтырып, екі жаққа кезек-кезек жылжытамыз. Енді дәл солай төменгі жағымызға ауа толтырып, кезек-кезек екі жаққа жылжытамыз. Енді толығымен жоғарғы жағымызға ауа толтырып 15 секундтай тұрамыз. Енді төменгі жағымызға толығымен ауа толтырып, дәл солай 15 секунд ұстаймыз.
Енді толығымен ұртымызға ауа толтырып 15 секунд ұстап тұрамыз. Сондай-ақ ауаны кезек-кезек екі ұртымызға жылжытамыз. Енді саусағымызбен бетімізді жайлап басып босатамыз. Жаңағы жасаған жаттығудан кейін жақ сүйектері, сондай-ақ беттің бұлшық еттері талып қалуы мүмкін. Сондықтан да жайлап домалата саусақтарыңызбен массаж жасасаңыздар болады. Енді құлақтың тұсына, сондай-ақ құлағымызға жайлап массаж жасап уқалаймыз. Сондай-ақ мойнымызды да ұмытпаймыз. Мойнымызды жоғарыдан төмен қарай жайлап сипалаймыз. Сондай-ақ қолдарыңызға, мойындарыңызға крем жақсаңыздар болады. Енді жұдырығымызды түйіп, басымыздың екі жағына, яғни самайымызды жайлап басып уқалаймыз. Сондай-ақ төбемізге де массаж жасаймыз. Ол үшін саусақтарымызбен осылай басып уқалаймыз. Және де соңғы жаттығу ернімізді жинап, қайта жиырамыз. Бұл біздің ерін және бет бұлшық еттерін қатайтуға септігін тигізеді.
Осымен біздің жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.